Сен өз настройкаңды күнде ауыстырып жүрсің бе? Бірақ та сен өзіңе идеальный настройка таппай жүрсең, онда бүгінгі видеода мен саған қалай идеальный настройка табу керектігін көрсетемін. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, қалай идеальный настройка табу керектігін біліп ал. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дәке. Бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай қалай өзіміздің идеальный настройкамызды табу керектігін көрсететін боламын. Сондықтан видеоны толық қарап кетіңіздер. Және де достар, менің видеоларымды көретіндердің 94%-ы әлі подписка жасамаған екен. Егер де сен де солардың ішінде болсаң, қазір подписка жасап қолдап кет. Сіздердің қолдауларыңыз достар маған өте көп мотивация береді. Сондықтан достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де достар, мен алдыңғы видеомда Android телефондарына читерский настройка берген болатынмын. Сол видеомның ішіне мен өз подписчиктерім арасында сыйлықтар ойнатқан болатынмын. Көп ойлана келіп, мен өз ұтқан подписчигімді таңдадым. Оның сөздері маған өте қатты ұнады. Саған көп рахмет. Ал достар, енді сол баланы экранның бетіне шығарайын. Ал достар, бұл бала маған былай деп жазып жіберіпті. Ассалаумағалейкум, братан, пажы, маған берші, сенің видеоларыңды үзбей көрем, видеоларың топ. Брат, денің сау болсын, отбасың аман болсын, тек алға қойған целдарыңа жете беруге тілектесін. Пажы, подарка күтемін. Осылай комментария жазып, осы бала өз сыйлығын алып кетті. Қазір достар, мен өз подписчигіме қалай өз сыйлығымды бергенімді көрсететін боламын. Ал міне достар, осы бала өз жылы комментариясын жазып, өз сыйлығын ұтып алып кеткен болатын. Қазір осы балаға өзіміздің сыйлығымызды беретін боламыз. Ол балада не қалайсың деп сұраған кезде, ол өзіне осы гримді таңдағысы келді. Қазір осы гримді осы балаға беретін боламыз. Ал сыйлығың құтты болсын менің подписчигім. Осылай менің видеоларымды үзбей қарап жүре бер. Ал енді осы баланың реакциясын қарап кетіңіздер. Ема братан, рахмет деп жазып жіберіпті. Саған да рахмет, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазғаның үшін көп рахмет. Ал достар, мен сіздерге тағы да жақсы жаңалығым бар. Мен тек бір подписчигім таңдамай, екі жеңімпаз подписчигім таңдадым. Ол екінші жеңімпаз подписчигімді енді келесі видеода көрсететін боламын. Сондықтан достар, келесі видео шықсын десеңіздер, ол үшін арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мүмкін сыйлықты сен ұтып кеткен боларсың досым. Сондықтан келесі видеоны күтіңіздер. Ал ендеше көп созбай өз видеомызға кеттік. Ал достар, бізге идеальный настройка табу үшін бірінші бізге идеальный DPI-мізді табуымыз керек болады. Ол идеальный DPI-ді қайдан аламыз десеңіздер, ол үшін осы приложениені жазып алуымыз керек болады. Ол приложение сіздерге идеальный DPI-іңізді автоматты түрде көрсететін болады. Қазір достар, мен сіздерге осы приложениеге кіріп қалай жұмыс істейтінін көрсететін боламын. Міне достар, мен приложениеге кірдім. Көріп тұрғандарыңыздай, приложение маған идеальный DPI-мді шығарып берді. Енді достар, осы DPI біздің идеальный DPI-міз болады. Ал достар, біз өзімізге идеальный DPI тауып алдық. Енді біз идеальный настройка табатын боламыз. Ол үшін достар, біз ойынға кіріп, сосын тренировкаға кіруіміз керек болады. Міне достар, мен ойынға кірдім. Қазір сіздерге қалай идеальный настройка қою керектігін көрсететін боламын. Ол үшін достар, бізге настройкаға кіріп, обзорды 100-ге қоюымыз керек болады. Қойғаннан кейін достар, біз атып тексеретін боламыз. Міне достар, біз атып тексеріп жатырмыз, қазір анықтайтын боламыз. Егер де достар, атып жатқан кезде ішінде дене болса, біз обзорға 10 қосатын боламыз. Қойғаннан кейін достар, біз тағы да атып тексеретін боламыз. Егер де достар, ішінде тағы да денелер болса, біз обзорға қайттан 10 қосатын боламыз. Осылайша достар, біз өзіміздің идеальный настройкамызды табатын боламыз. Егер де ішінде дене болса, онда обзорға 10-нан қосып отырамыз. Осылай достар, идеальный настройка тапқанға дейін обзорға 10-нан қосып отыратын боламыз. Ал егер де асып кетіп жатса, 5-5-тен азайтып отырамыз. Осылайша достар, сіздер өздеріңізге идеальный настройка тауып аласыздар. Ендігі кезек біз өзімізге идеальный кнопканы тауып алатын боламыз. Енді достар, біз өзіміздің идеальный кнопкамызды табатын боламыз. Ол үшін біз Google-ға кіріп, поискқа дюйм экрана деп өзіміздің телефонымызды жазамыз. Жазғаннан кейін сол жерден өзіміздің дюйм экранымызды тауып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай көкпен бізге көрсетіп тұр. Енді осыны біз есімізге сақтап аламыз. Одан кейін біз телефонымыздың настройкасына кіреміз. Кіргеннен кейін астына түсіп, о телефоны дегенге басамыз. Кіргеннен кейін осы санды жаттап аламыз. Одан кейін біз калькуляторға кіріп, жаңағы сандарды мен секілді көбейтеміз.
qancha bizning idealniy knopkamız bo'ladi. Oslaycha biz o'zimizning idealniy knopkamızı tavib oldik. Oslaycha do'stlar, bugungi videoda qalay idealniy настройка qo'yish kerakligini bilib oldik. Oslaycha do'stlar, videoning da sonuna yetdik. Agarda video yoqsa, arnaga tirkelib like bosib ket. Agarda sizlar ko'p qo'llab bildirsangizlar, o'shanday videolar ko'p chiqadi. Kelesinde qanday video tushiring, uni da kommentariyaga yozib ket. Al do'stlar, qo'shilmaymiz kelesi videoda кездескенче.